сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз мен зерттеушімін жобасына сүт және сүт өнімдерін зерттейтін боламыз. Бізде балалар сүт денсаулыққа, ағзаға өте пайдасы мол. Ол жаңағы ең бірінші біздің сүйегімізге, тіске және көру қабілетімізге өте пайдасы мол. Сүттің және құрамын анықтап қараймыз, балалар. Сүттің құрамында фтор болады дедім. Көріне ма? Кішкене молекула. Балалар, бізге құпия хат келіпті. Біз осы құпия хатты ашып көрейік. Көрінбейді. Яғни бізге бұны сүтпен жазған екен, балалар. Көріне бастады, балалар, міне. Балалар, қараңдар, қандай пішінде? Сүт табиғатқа мол, денсаулыққа шипа зор, кальций көбісіне шектелге тірек бол. Сүйіп жейтін асымыз қаймақ, яғни клегейя, ол да сүттен бөлінеді екен. Біз оны мынандай сүтті клегей айыратын аппаратқа салып, қазір оны зерттейміз. Біз енді жаңағы сүттен және де айран үйт аламыз. Ол үшін бізге жылытылған сүт керек. Бұл жылытылған сүтке айранның алдын ала дайындалған ашытқышын саламыз. Ашытқышын салып, әбден араластырып, болып, бұның аузын мықтап жауып, орап, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сонда бұл әдемі айран болып шығады. Дайын болды. Енді біз бұдан, бұл айраннан қатық өнімін аламыз. Ол үшін біз бұны айранды мынандай дорбаға салып, бұрынғы апаларымыз дорбаға салып, сүзіп оны іліп қойған. Айраннан қатығымыз дайын болды. Енді біз бұдан балар құрт жасайық, тақтайға салып қоямыз. Осындай формада жасаймыз. Кеуіп, қатайғаннан кейін әдемі. Міне біздің жасаған құрттарымыз әбден кеуіп. Бұл құртты бұрын аталарымыз далада мал бағып жүргенде әсіресе қалталарына салып алып кетіп, далада ауыздарына салып азық қылған. Бүгінгі біздің сүтпен жасаған зерттеулеріміз ұнады ма, балалар?